Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ыстық тағам тефтелидің рецебімен бөлісетін боламын. Өзімнің жасау жолымен олай болса, кеттік. Ең алдымен табамызға сұйық май құйып, үстіне бір дана пияз салып, сәбізді үкіштен өткізіп, оны да салып қуырып аламыз. Және де дайын фаршымыздың үстіне майдалап пияз турап салып, араластырып, бетіне жартылай піскен күрішімізді саламыз. Жартылай пісіріп аламыз күрішті. Одан кейін жақсылап араластырып, үстіне бір дана жұмыртқаны жарып саламыз. Одан кейін жаңағы пияз бен сәбізімізді қуырылған жарты бөлігін салып, үстіне дәмі бойынша тұз, қара бұрыш салып, барлығын осылайына қолмен біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей барлығын осылайынан жақсылап араластырып біріктіріп алдық. Одан кейін осылай видеода көрсеткендей 10-15 рет жасау керек болады. Сонда біздің тефтелиіміз пісу барысында ортасы ашылып кетпей, жақсы тығыз болып пісетін болады. Содан кейін жылы суға бір ас қасық томат пастасын салып, осылайынан араластырып қоясыздар. Орнына томатный паста қолданса да болады. Томат согын. Енді ыдысымызға бір чай қасық ұн, бір чай қасық қара бұрыш және дәм бойынша паприка, жаңағы егер котлетке жаңағы приправаларыңыз болып жатса, оны да салып, барлығын осылайынан жақсылап араластырып, үстіне 4-5 қасық қаймақ салып, барлығын жақсылап араластыру керек болады. Осылайынан. Мінекей біздің салмамыз дайында болып қалды, начинкамыз. Енді үстіне жаңағы дайын пастамызды құйып аламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз, біркелкі болғанға дейін осылайынан. Начинкасы дайын десек те болады. Енді жаңағы пиязымыз бен сәбізімізге қуырылған соның үстіне құйып, жақсылап бір қайнатып аламыз. Бұл қайнап жатқанда біз жаңағы фаршымызды осылайынан қатты майда емес, қатты үлкен емес, орташа етіп, осылайынан домалақтап шығамыз. Оны енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай, өздеріңіз қалай ұнатасыздар, үлкен кішкентай қылып па, соны өз қалауларыңыз бойынша осылай дөңгелек етіп жасап шығасыздар. Сол арада біздің жаңағы салмамыз қайнады. Оған үстіне осылайынан біздің дайын тефтелиімізді алып шығамыз. Мінекей барлығын салып шықтым. Енді бір қайнағаннан кейін бетін жауып, 35-40 минуттай төмен отта пісіріп аламыз. Осылайынан әдемі болып піседі. Қалауларыңыз бойынша қасына гарнир қойып, ыстық тағамымызды ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шықты. Қаймақпен тегі дәмді болады. Егер сіздерге рецепт ұнап жатса, достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар, және каналға кіріп, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанна. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.